Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды және де видеомды соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтыным қатпарлы самса жасаймын. Ең алдымен қатпарлы самсаға ұн керек және де мұздай су алып, орта кесенің жартысынан қыламыз. Солай кішкентай шайный ложкаға бір қасық тұз салып және де 2 жұмыртқамызды жарып саламыз және де қаймақ саламыз 3 қасық. Қаймағымызды, жұмыртқамызды суға салған соң араластырып аламыз. Әптен араластырып аламыз. Суымыз мұздай болу керек, оған чайный ложкамен тұз саламыз. Тұз салып араластырып, осылай араластырып аламыз. Енді қамырымызды илейміз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Жұмсақ қамыр шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің рецептіммен өте керемет самса шығады, күтірлеп. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Осындай қамыр шықты, жұмсақ. Енді осыны 2-ге бөлеміз, осы қамырымызды. Осы қамырымызды 2-ге бөліп, зуала жасап, біраз 15 минут или жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Басы бірігіп, жайылуға әдемі болып тұрады. Оған дейін біз майымызды, мен 82% май алдым. Енді газға қойып, майды ертіп аламыз. Майды ертіп алған соң қамырымызды жаямыз. Майымыз суый тұрады оған дейін. Енді қамырымызды жайайық. Осылай жабысып атса ұрпақ ұн себіңіздер. Осылай қамырды жайып аламыз. Жұқа емес, қалың емес, орташа қалыңдықта осылай жаямыз. Әдемі болып жайылады. Өте жұмсақ болып қамырымыз жайылды. Енді сары майымызды жағамыз. Шұқалатып жағып аламыз. Барлық жеріне тию керек майымыз. Осылай щеткамыздың көмегімен жайып аламыз. Осылай жайып, барлық жеріне майымызды тигізіп, енді шетінен қамырымызды жинаймыз. Енді қамырымызды жинау үшін шетінен бұлай жинаймыз, бұрап. Енді ол қамырға ауа кіріп кетпеу керек. Жайлап, тығыздап, өзіңізге қарай тартып жинайсыз. Жинаудың да әдісі бар. Осылай жинаймыз, әдемілеп. Осылай жинап аламыз да, бастарын біріктіріп, бұрап, бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз сіңіп тұру керек. Бұл қамырды 1 күн, 2 күн сақтасаңыздар да ештеңе қылмайды. Одан сайын май сіңіп қамырымызға өте әдемі күтірлеп тұратын самса шығады. Мен енді бір жарты сағаттай қойып алдым да, сосын самсамды жасай бердім. Арасы, қарасаңыз, арасының өзі қатпарлы болып тұр. Роза гүл болып тұр арасы. Байқасаңыздар, осылай әдемі болып қамырымыз шықты. Енді осылай жайған соң, енді фаршпен картошка, пиязды турап алғам алдында дайындап. Енді сол салмамызды ортасына салып, осылай самсамызды бүгеміз. Осылай бүгіп шығамыз барлық самсамызды. Осы рецептпен жасасаңыздар болады, өте керемет шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Самсамыз осылай шығады. Енді самсаның бетіне бір жұмыртқаның сарысын жарып алып, щеткамыздың көмегімен бетіне жағып шығамыз.
Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Менде бұдан да басқа рецепттер каналымда бар. Осылай рецептке қарап жасасаңыздар өте керемет шығады. Енді жаңағы жұмыртқамызды жағып шығамыз. Осылай сап-сарысын, жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сосын 170 градуста 45 минутқа пісіріп аласыздар. Жай отта пісіріп алыңыздар. Қатты отқа қоймай, өйткені ішінде еті бар, пісу керек жайлап. Өзі жай көтеріліп, жай өзі піседі, сарғайып, асықпай пісіру керек. Осылай щетканың көмегімен жұмыртқамызды жарып алдық, жағып алдық. Енді самсамыз дайын, керемет шықты самсамыз.